Bismillahirrahmanirrahim. Туғандар, ассаламу алейкум. Жалпы бізден YouTube көрушілер, Алам Қуар каналымыздың қатталушылары. Туғандар, біз сіздерге қайырдан дағы ноқаттың кеңеш айылынан салам айтабыз. Бұйырса, дағы бір жақсы шығарылыш болады. Бұл шығарылышта қайрадан нашыл Алимбек бүгін эфирде болады. Сатылып жатқан құлындар бар екен. Алимбек дағы бір жыл ассаламу алейкум. Қандайсың ака, жақсы ба? Жақсы қойла. Денсаулықтарыңыз жақсы ба? Сатыла тұрған құлындар бар дедіңіз, а? Ооба. Жақсы. Эми қайсыл құлындар бар? Şu майдағы құлындар, мынау сары қара жал менен ал нарақта қарап тұрған қара құлын. Нарақта қарап тұрған қара құлар құлын, а? Құлын, ал майдағы құлындар. Майдағы құлындар. Майдағы құлындар, ооба. Ооба. Алимбек, мына қарасаңыз? Ошол. Майдағы құлындар. Майдағы құлын. Енесі ошол кетіп атқан нарақ қарап басып кетті, ошол енесі. Мынау енесі мынау. Ооба. Жақсы. Екі құлын. Екі құлын. Бұның енесі, мынау. Бұның енесі мынау бе. Мынау беле. Ооба. Жақсы. Бұлар биелер қаяқтан келген? Алимбек, бұлардың пародасы білсеңіз керек. Бұлардың пародасы бізде бір 30 жылдық тарихы бар белерде бұлар. 30 жылдық тарихы бар. Ооба. Өзінің ошол. Түсінікті. Аз бұлар жақсы аттың балдары. Жақсы аттың балдары. Ооба. Аз видео дәлелдермен шығарабыз. Атасының видеолары бар. Ооба, бар. Жақсы. Екеуі тең бір аттың балдары же башқа-башқа? Bir аттың балдары. Екеуі тең бір аттың балдары. Ооба, bir аттың балдары. Мынау қарасын сатқанмын. Қайсын? Оны ал. Қарасы. Мынаны? Еркі қараны? Ооба, сатқанмын. Бұл сатылған. Мұнда жанында сатылады. Ооба, жанындағы менен мынау сары сатылады. Жаныға барсақ дағы қашып кетеді, а? Жыла барайыншы, жақынырақтан көрсетейінші, туғандар. Мынау құлыны мен жүреді. Мына шу құлын сатылады. Сары қара жал. Анан мынау құлын дедіңіз, Алимбек? Ооба, ошол. Аз барған сайын туғандар. Іште жыл отатта бізден, өзіңіздер жақсылап көріңіздер. Майдағы құлын дедіңіз, ака? Майдағы құлындар, ооба. Майдағы құлындар. Бұл қара сатылып тұр, туғандар, мінеке. Ошо алдағы енесі, шоны айттыңыз ба? Ошоның енесі, ооба. Нарқы енесі екен. Жақсылап өзіңіздер да бір көріңіздерші, міне. Жануарды да бір ойлы. Қолынан келішінше көрсетейін. Денсаулықтары жақсы бұларды, қа? Ооба. Жем жейлек, шу талада жүрет. Талада қолдан от жейлек бұлар. Мінеке. Енесі чистокровный аттың қызы. Чистокровный аттың қызы? Ооба. Жақсы. Бай айттым ғой, бізде дағы ракета деген күшті ат болған, ошоның қызы. Ракета дегенде, құлынны көріңіздер алдынан, туғандар. Майдағы құлын екен. Жақсы. Нарқы сарын деле баласы жоқ, өзі айтып отпайсың нарқыны. Ошол деле көптен бері қолыңызда дедіңіз. Ооба. Түшінікті, мінеке, туғандар. Жақсы, бұлар қаяқта жүрет өзі, мынау жайда? Жайда тода жүрет. Тода, ооба, өзі Шаңқол. Шаңқол жақта. Түсінікті. Жақсы, туғандар. Мінеке, құлындарды өзіңіздер көріңіздер. Бұйырса сатылып отады екен, шенішті. Бұлардың ең бағасы қандай болады, Алимбек? Бағасы 2000. 2000 доллар. 2000 доллар, ооба. 2000 доллардан, жақсы. Болды, Алимбек, соғдаңызды берсін. Туғандар. Құда қаласы. Мен Алимбек номерін қалтырамын. Тек қойың. Бұйырса байланышып көресіздер. Бағаларында қайтты сіздерге. Мінеке, ішенішті жақсы құлындар екен. Болды, соғдаңызды берсін. Мінеке, туғандар, Абилаз аға өзі да келіп қалды. Ассаламу алейкум. Абилаз аға қандайсыз? Машалла. Ассаламу алейкум. Бұл ат жануарыңыз жол отып қойдық адам ба? Жол отып қойдық. Сіз баран? Іштеріңіз жақсы ба? Абилаз Искандарды сатуатсыз қалды дебесін деп бекітіп қойған ат әле да бұл. Сандықтағы аттар? Сандықтағы аттар. Жануар. Тыңсыз баран, денсаулықтарыңыз жақсы ба? Жақсы. Аттар сатуға шығып тұр. Анам жақта құлындарыңыз да бар екен? Құлындар бар. Бұлар топты егесін берсек. Астыңыздағы қандай ат бұл әм?
Бұл астымдағы аттың аты Осмон. Осмон. Машалла. Осмон империясы деп айтады ғой. Ошол империяның атынан қойылған. Жақсы. Осмон деген ат бұл. Машалла, жануар. Аттың сымын Қараса. қараңыздар, туғандар. Жақсы, өзіңіз жақсы баран? Жақсымын. Базарда көрінбей кеттіңіз да? Базарға şu жылқылар менен болып жалғыз бойшылық. Жалғыз бойшылық. Азыр да сілерді алыстан көріп қалып бұл. Мен жылқыларым қандай бұл жат адамдар аралап атат деп. Келіп қалдыңыз. Жылқы жоғалтып кішкене неме болып қалғанбыз да. İskender'дің балдарынан, İskender'дің қыздарынан ұлтаттым да. Құда қаласа. Қандай дейсіз ала? Осмон деген ат. Осмон деген, а? Бұндағы мына суысы жетелек. Туысы жетелек. Суысы жетелек неме көрелек бұлы. Түшінікті. Құда қаласа. Ушунун балдары чыгат. Ушул биелерге шуну койгонбуз. Осмон деген аттың, а? Жануар. Бунун сыр болбосо жашы кандай ма, Абылазова? Жашы 9, 10 9. болуп атат деп жазба. Кызыккандар болуп калса эмне кылабыз эми буга? Эми билбейм, мен Кудай билет эми. Кудай билет, а? Кыйын. Жакшы. Эми муну дагы Абылазда бар экен деп Казакстандан, Өзбекстандан келип кетишти бир сыйра. Келип кетишти. Мен айттым, айгырга кояйын эми бир. Айгырга коеюн дедиңиз. 1-2 жыл айгырга кояйын, анан кийин улагын көрүп анан обу дейсиңер дедим. Десем, өзүбүз үйрөтүп алабыз бериң дейт. Анан эмне дейсем, анан жок дедим, мен дагы бир жакшап минип турбасам болбойт да. Туура айтасыз. Анча-мынча мен кичине атка чоң жыйындарга барып каласыз да эми. Минген ат керек да сөзсүз. Ооба. Туура айтасыз. Бул эми токтоп тур дегенде тилиң албаса токтото турган ат ушул да. Жакшы, ооба, туура айтасыз. Ой, палвандар дейм да. Ооба да. Туура. Осмонго баш ийесиңерби, бейсиңерби? Кандай дейсиз? Осмонго баш ийесиңерби, бейсиңерби? Осмон империясы эми бул дүйнөнү дүңгүрөткөн да булар. Кудай кааласа бул коркпойт дагы, жүгүрөт дагы. Бул күчтүү ат бул. Сыр болбосо канча эми Абылазова ушу бою? Бою Алымбек канчасы сен? Мен 180 менен Шо бою бийик да. Бойлочу Алымбек. Мен мунун боюн өлчөткөнүм жок эч кимге. 180 да. Балам 180. Экрандан эми жакшы көрүнүп Башын көтөрсүң Алымбек эми чакта бересиздер, тааныгандар. Алымбек 180 болсо 80 ашык да, кыйла ашык. Жакшы. Билбейм, мага эми ал күндө көргөнгө Сизге билинбейт. кичине эле көрүнөт да. Бирок неме? Мындай бою чоң болгону менен копол эмес да. Копол эмес. Мындай Туягда жеңил дедиңиз, а? Жүгүрөт бул. Мындай бурулганда дагы Буроолор жакшы. эңишкеле мине бере турган да. Жакшы. Атың жакшы болсо ар кандай палванга чыксаң болот да. Туура айтасыз. Аттын күчү менен алат да палван. Ананчы көккө салып чечет да. Эңишке ушундай ат кетет да. Мына карачы. Туура айтасыз. Жам. Мойындар аттаңы. Мына. Башка аттары. Жакшы туш келип калсыңар, мен силерди билбей элем, мына немени күндө бир минип чыгам да. Осмонда. Минип чыгып ушундайна бир 2-3 километр бастырып келем да. Жакшы. Мына Ат менен жүргөн адам ошондой болот да, сөз аттын кырларга жүрө албайт. сөзсүз чыгам, мына жерлерге чыгып кыйкырып. Бу Кыргызстандын абасы бир Кудай берген жер да, мына. Кудай берген да. Ак жоолорду карачы мына. Ооба да, мына алтын казык, а бул? Алтын казык биякта турат. Кыргыз ата. Мындай жер каерде тапса болот? Жок да мындай. Туура айтасыз. Мына кышкы жазгы жайыт ояк. Ол жак. Кышкы жайыт буяк. Карачы. Кышы менен мына жайытта күнгөйдө от жейт малдарыбыз, жылкыларыбыз. Жазда тоого чыгат. Кудайым бир берип койгон экен. Ананчы, бул да бир Аллахтын кудурети. Аллахтын кудурети да. Жакшы. Ушундай жерлерде аттын дагы жакшы ушундай жерде чыгат экен да. Анан Абылазова, мен сөз уктум десеңиз, эми ушунча болуп калды. Азыр Европа аттары келип атат го. Польша аттары деп атабыз. Мен буну бир алыстагы тарыхчыдан уктум, эми историк экен. Ноокат менен Кызылкаянын ортосунда чабылган аттар болгон экен илгери.
Анан мен буну уктум. Ол киши тарыхтан, китептен окуган экен. Анан мага китебиңизди берейин десем бербеди. Анан ошол аттар илгери Ноокат менен Кызыл океан ортосунда чабылган аттар экен. Еврейлер бизден алып кеткен деген болжомол бар экен да. Ушуга тууралуу сиз уккансызбы негизи? Эми мен укканмын. Мынау мисалы үчүн мен жаш убагымда мынау Жаңыбазар. Жаңыбазар. Нар жагы Көкбел конзавод деп коет. Ошо Жаңыбазардан өйдө каратып, ошол Көкбелдин жонуна чейин пайга болчу эле да. Пайга. Бир жүгүрөт да. Бир жүгүрөт. Ошол жака пайга болот эле. Ошол жакта эл күтүп алат эле да. Азыр ондой пайгалар жок. Жок. Ошо сен айткан туура, Кызыл Кыядан Ноокаттан Кызыл Кыяга карат пайга коюп, же болбосо Кызыл Кыядан Ноокатка. Туура. Польша аттары чоң болуп атпайбы? Ошого бунун түбү Кыргызстан деп чыккандар болду да. Себеби Арабанда аттын эстелиги бар экен. Мен негиз көргөн эмесмин го. Еврейлер келип жылда ошол жерге келип атты бир зыярат кылып кетишет экен да. Эми ошого бир сизден сурайын дедим да негиз. Бул значит туура нерсе чыгат экен, а? Кыргызда болгондо аттын жакшысы илгертен эле Бедөө жал деген баягы Манастын немесинде көрбөйсүңбү? Сүрөтүндөгү ал художниктер бир нерсени. Ошол аттар дагы чоң аттар. Чоң аттар болгондо. Манас өзү дагы чоң болгон. Курманбек Баатырды кара. Ооба. Телторатты атасы бербей коюп, немеден жеңилип калып атпайбы? Ошол атта Кыргызда аты менен сыймыктанып келгенде илгертен. Ооба, туура айтасыз. Жакшы ат, жакшы аял, жакшы палван, бул элдик палван болот да. Эл сыйлаган ушундай немелер болот. Бул жылкынын жакшысы элдин абири болот билген адамга. Азыр бардык эле реклама кылып эле сатканга өтүп алды го. Туура айтасыз. Ат бизнесмендер көбөйүп кетти. Ооба, биз абирге мисалы үчүн бир област менен бир област беттешкен жерлер болот. Ошондой жерлерде мине турган көзгө көрүнүктүү жашы токтонгон, жыл сүрүп жем жеген, сары камык болуп жем жеген пышкан ат керек болот да. Туура айтасыз. Пышкан ат керек. Ошо пышкан атты минсе ар кандай палван ишке жарайт. Улак алып алса жеткирем деген жерге жеткире алат. Ошон үчүн жакшыны этият кылыш керек, сатпаш керек, кармаш керек. Жакшы, Абылаз эми мындай болуп калды. Бул негизи жол катары эле сиз чыгып калдыңыз. Буюрса биз сизге келебиз, бир жакшы бир бизге дагы интервью бересиз. Өзү интервью бере турган болуп калды, интервьюлар эскирип калды. Ооба, эми дагы бир буюрса сиз менен сүйлөшүп кетебиз. Кудай кааласа. Мен силерге атайлап келгендей эле болуп калыпмын, Жок, эми кокус эле туш келдик өзү. Ооба, жакшы эле туш келдиңиз. Эми жагы бир кенен сиз менен маек болот. Майли, атайлап үйгө келгиле. Болду, буюрса. Чай иче отуруп бир сүйлөшөйлү. Болду, буюрса. Сага ошол жигиттердин тартып кеткенине дагы 5 жыл болуп калды окшойт. Майли. Болду. Болду. Кийинки чыгарылышта жолукканга чейин мына кеткендар. Абылаз агам кыскача сиздерге маек берип кетти.